Мына қытайлық ханымның айтуы бойынша үйінің астында жанартау бар. Оның дәлелі ретінде мысалы плитаны қоспай ақ жұмыртқа өзімен өзі пісіп жатады. Кранның қай суын ашса да, салқын суды ашса да қайнаған су ағып жатады. Ол не себепті болды? Үйінің іші обойларын барлық көтеріліп кеткен. Түнде ұйықтайын десе, ыстықтығы соншалықты үйінің ішіне су сеуіп, өзімен өзі буланып сауна болып жатады. Сөйтіп мамандар тексеруге келген ғой, тексергеннен кіргеннен бірден сезген ғой ыстық екен. Бүйтіп қарайды, тексереді, өйтеді, бүйтеді. Сөйтсе үйінің ішінде 65 градус седе құрап тұр екен. Басқа бөлмелерді өлшейді, басқа бөлмелерде 60, 40 сондай өлшемде. Яғни бұл сауна деген сөз ғой, тұнып тұрған баня деген сөз. Енді бұл не істейді екенбіз? Мүмкін үйдің астынан труба өтіп жатыр ма, әлде шынымен де жанартау бар ма екен деген сияқты ойға келеді. Сөйтеді де көршілерден сұрап кетті: көршім, что там, үй қалай дейді? Біздің үй суп-суық, нормально дейді. Сөйтеді бұл кісілер үйдің шетін жан-жағын қарайды, сөйтсе электрический щиток замыкание беріп жатыр екен, 42-де 3 градусын көрсетіп тұр. Сөйтеді де бұл замыканияны дұрыстайды. Замыкание пайда болғанның кесірінен үйдің металлический каркасы электрический поле создавать етіп қыздырып жатқан ғой үйді. Сөйтіп оны дұрыстап жөндеп, ақыр соңында тәтешка нормально ұйықтайтын болды.